Пайғамбарымыздың заманында мынандай бір оқиға орын алды, құрметті ағайындар. Қараңыздар. Бір кісі келіп пайғамбарымызға дұға жасапты. Ол кісі негізі мешіттен шықпайтын кісі еді. 5 уақыт намазын мешітте оқып, мешіттің көгершіні атанған осындай жақсы бір кісі еді. Мұсылманның баласы. Енді сол кісі келіп пайғамбарға дұға қылды. Я Расулалла, мынау тіршіліктің тауқыметі әбден тесік тақты мені. Дұға қылшы, мен деп жүрейінші бір жырғап. Деп дұға жасауын өтінді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, осы күнің қайырлы деді. Осы күніңе шүкір деді. Кетіп қалды. Ертесіне барып үйге ойланды, ар жатты, бер жатты. Тағы келді пайғамбарымыз. Я Расулалла, дұға қылшы маған, мен де жырғап жүрейінші. Мен де берейінші садақасын, зекетін. Пайғамбар айтты салса, осы күніңе шүкір де. Өзің көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама деді. Үшінші күн тағы келді. Болмаған соң пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолын көкке жайып, я Раббым, мынаның сұрағанын берші деді. Пайғамбардың дұғасы қайтарылмайды, білесіздер. Сонымен ауылда тұрады ол негізі. Қордай жаңа ауылда. Мал біте бастады. Тіршілік қой бар жағында, себеп жасады. Мал біте бастады. 10 бас, 20 бас қой, 30 бас. Ауылға сыймай бастады. Сосын ауылдың шетіне кетіп қалды. Қорасын кеңейтіп, жаңа. Бұрындағы сияқты мешітке келе алмай қалды. Бұрын 5 уақыт намаздан қалмайтын кісі, енді арасында келіп қойып жүрді. Бір күні жұмаға келетін болды, жұма байға айналды. Бір кезде малы көбейген соншалықты фазендаға кетіп қалды. О, айдалаға, таудың арасында. Өйткені көбейіп кетті мал. 1000 ба, 2000 ба басы қой, мысалы, жылқысы бар, түйесі бар деген. Сөйтіп мешітке мүлдем келе алмай қалды. Жұмаға да қатынауды қойды. Зекет жинайтындардың бір құрамы бар етін сахабалар бар. Сөйтіп барып, әлгі кісіден зекетін сұрады. Зекет парыз. Ай, пәленше малын есептейік, зекетін бер, байтулмалға мұқтаждарға таратып береміз деді. Сонда әлгі кісі тұрды. Пайғамбарымыз уақытса, кешіріңіздер, Әбу Бәкір мен. Пайғамбарымыз уақытса. Пайғамбардың жіберген елшілері ғой енді, зекет жинайтындар. Сонда ол кісі айтты. Бір берді, екі берді бәлкім. Үшіншісінде не деді? Осыларын сендердің түсінбеймін мен деді, қараңызшы пенделік. Не мынау, тонау ма, не бұл? Сосын барып елшілерге айтты пайғамбар, осындай деп жатыр. Боқты, тиіспей ақ қойыңдар деді. Өсіпті, көбейіпті, жетілген екен, онда тиіспей ақ қойыңдар. Сосын ойланды, үйіне барып мен не айтып қойдым? Малдың буы деген жаман нәрсе екен да. Қараңыздар, адамның егер де соған психологиясы, мінез құлқы дайын болмаса, адам сөз алдынан шығып кетеді. Байқамайсыз, пендесің ғой. Сөйтіп ойланып кеп, мен дұрыс істемедім, мен пайғамбарға дұрыс айтпадым елшілер деп, пайғамбарымыз алдына бағана зекетін айдап келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Алла разы болсын. Алла сіздің зекетіңізге мұқтаж емес, негізі. Я Расулалла, алшы деді, аламайым деді. Ренжіме аламайым. Сонымен шарманда кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көзі кетіп қалып, Абу Бәкірдің уақыты келді. Әлгі кісі мал деген көбейіп жатыр, бірақ уайымы не? Қорқыныш бар да, мұсылман ғой бәрібір. Уайым, пайғамбар зекетімді алмады ғой мен не істеп қойдым деп өкініш бар да. Пайғамбарымыз алмаған зекетті Абу Бәкірге әкелді. Абу Бәкір де алмай қойды. Пайғамбар алмаған зекетті мен қалай аламын деп. Алла біздің зекетімізге мұқтаж емес екен да. Біз мұқтажбыз. Оның қазір несін айтамыз? Психологиялық тұрғыдан, оның хикметі неде? Жалпы зекет деген нәрсенің даналығы неде оның? Соны айтамыз. Сөйтіп Абу Бәкір радиаллаху анху қайтыс болып кетті. Одан кейін Омар келді радиаллаху анху. Әлгі кісі тағы да қойларын айдап Омарға алдын алып келді. Алшы мына зекетті. Пайғамбар алмаған, Абу Бәкір алмаған. Зекетімді мен қалай аламын деді. Алла разы болсын, рахмет, керек емес. Шарманда кетті. Қараңыздар. Сол үшін де бір заман келеді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бір заман келеді дейді. Адамдар дейді садақаға мұқтаж болмай қалатын заман келеді дейді. Не берсең де сауап болмайды дейді. Адамдардың жағдайы соншалықты мықты болады дейді. Адамдар алтынды дейді, кәдімгідей бұлай алып келіп береді дейді да, зекет берілетін адамды іздейді. Бірақ қанша берсе де ол уақытта өйткені перделер ашылады дейді, қияметтің үлкен белгілері көрінеді дейді. Ол ештеңе қабылмайды. Сондай заман келеді дейді. Ал қазіргі кезде қараңыздар, құрметті, бір жарты құрма берсеңіз де, шын ықыласпен, шын ниетпен, жағдайыңыз жетпей тұр, білем, 100 мың айлығыңыз бар. Соны 1000 теңгесін, 500 теңгесін берсеңіз, анау миллионерлердің 100 миллиондап атып ақшасымен бәлкім ертең озып кетеді, хадисте келтіреді сол. Бір жарты құрмамен берген, ықыласпен берген садақаңыз Алла үшін деп қабыл болса, ертең тағдырыңызды шешіп жіберуі мүмкін, жәннаттық болып кетуі мүмкін да, сол үшін ықыласыңызға қарай.